Ассалаумағалейкум, армысыздар аяулы ағайындар. Өткен жолы бастаған қазақ руханиятына байланысты ой пікірімізді ары қарай жалғастырайық. Ең алдымен айтылатын мәселе, біраз комментарийлер түскен екен. Соған белгілі бір деңгейде жауап беруге талап жасап көрейік. Негізі ойлап отырған бір мәселе, комментарийларды жинақтап барып, бірнеше түсірілімнен кейін барып жауап беріп отырғанда дұрыс шығар деген ой келді. Дегенмен енді алғашқы қадам болғаннан кейін жауап беріп кетуге тура келейін деп тұр. Алдымен айтатынымыз, комментарийде біраз адамдар жаңағындай алғысын білдіріп, сондай бір ыстық ықыластарын көрсеткен екен. Алладан қайтсын, рахмет. Ондай жаңағындай тілектерге, ниеттерге. Онан кейін тағы бір түскен мәселе, жаңағы минут, секунд дегендерді аудармаңыздаршы деген бір пікір айтылған екен. Оны ешкім аудара алмайды да. Ол қазір сол минут, секунд болып мәселен қолданысқа түсті. Ол сол бетінде кетеді, ары қарай сол бетте жалғасып кетеді. Оны ешкім аудара алмайды да, ауыстыра да алмайды. Оны қолданыстан ешкім шығара да алмайды. Біздің мақсатымыз бірақ қазақтың тілінде осы атаулардың баламасының бар екендігін жалпы қазақ біліп жүрсе екен деген ұғым ғой. Ол не үшін керек? Оның керектігі кез келген уақытта, кез келген жағдайда әртүрлі зерттеушілер тарихты зерттейді, әдебиетті зерттейді, мәдениетті зерттейді, зерттеудің салалары көп қой. Солардың барлығының бірі болмаса бірі ертеңгі күні, егер ол ұмыт болатын болса, айтып қалуы мүмкін. Қазақта мысалы үшін минут деген, секунд деген ұғым болмаған ертеде. Оны білмеген қазақтар. Сондықтан бар біз минут, секунд деп қазір қабылдап кеттік деген мәселе айтылып қалуы мүмкін. Сондайға жауап беру үшін жаңағындай жекелеген бір қолданыстағы өзге елден келген немесе жалпы терминге айналған сөздердің баламасының бар екендігін әрбір қазақтың біліп отырғаны дұрыс болады деген мақсатта ол айтып отырмыз. Мәселен айтады, товар деген сөз дейді, жаңағы Қарақалпақта товар деп айтылып жүр, ал товардың дейді қазақша мағынасы мата дейді. Бұған да келісуге болады. Товар дегеннің қазақша мағынасы мата деп айтуға болады, бірақ бұл жерде бір мәселені естен шығармауымыз керек. Товар деген тек қана мата емес қой, мата деген материал. Ал енді орындықтарыңызда, үстелдеріңізде мысалы үшін товарға жатады алып келетін болса, оны мата деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан жаңағы товар деген ұғымның бір бөлшегі мата болуы әбден мүмкін. Оған ешқандай жаңағындай шақ келтіруге болмайды. Ол айтып отырғаны да дұрыс. Сондай-ақ түріктің сөз деген бір комментарийда бар екен, товар деген түріктің сөз, қазақтың сөзі емес деп. Түрік дегеннің өзі, бұлыңыз негізі қазақ қой, оны білесіздер ме? Оны кейін біз тарих туралы айтқан кезде бұл мәселе туралы ойымызды ортаға салармыз. Түрік дегеннің өзі ол қазақ деген ұғымды білдіреді. Осы күнге дейін түрік деген сөз қазақ тілінде қолданылады. Мысалы үшін айтады ғой, сен анау жаққа бара жатсың ғой, немесе ана туысқанның үйіне бара жатсың ғой, құлағың түрік жүрсін дейді. Бар ғой осындай қолданыс. Түрік жүрсін деген мағынаны білесіздер. Қазақтың тілін білетін адамдар мұның мағынасын бәрін біледі. Яғни бұл сөздің өзінде, түрік деген сөздің өзінде кейін тарихқа байланысты кезеңде айтып отырмыз. Онан кейін тағы бір комментарийде сұрақ қойылған екен, ошақтың үш аяғы болуы, ол құлап қалмасын, ол жаңағындай тұрақ болып тұру керек деп. Ол әрине рас, ол нық тұру үшін үш аяқтың болғаны дұрыс, өйткені екі аяқ болатын болса, әрине ол сүйеп қоймаса құлайды, немесе жалғыз аяқты ошақ болмайды. Біздің мәселе бұл жерде қозғап отырған шаруамыз, неге үш аяқ, неге төрт аяқ жасамаған, неге бес аяқ жасамаған, әлде материал жетпей қалған ба жаңағы ошақты үш аяқ қылып жасауға деген мәселе ғой. Мұнда үш деген санның қасиеті бар. Кейін біз киелі сандарға тоқтаймыз, сонда да айтармыз. Дегенмен жаңағы ақындардың бір сөзіне мен үзінді келтіргенмін. Өзі бір ғана ақын емес, бұл бірнеше ақындар жүзде де кездеседі, қақпанда да кездеседі. Екі көз көрмей қалған Ажардың да шығармашылығында бар. Айтады ғой, ошақтың үш бұтына бермеген соң жел сөздікі кетеді желден алған дейді. Ошақтың үш бұтын айтып отыр, сосын жел сөзді айтып отыр. Жел сөздігі жай бос сөз болып қалады, ошақтың үш бұтына бермесе деген сөз. Ал бұл ошақты неге қазақ үш тірек қылып жасаған, неге төрт қылып жасамаған дегенде, жалпы ұлттың тірегі үш мәселеден тұрады. Ошақ деген шаңырақтың ішіндегі ең бір қасиетті орын болып есептеледі. Оны білесіздер. Сондағы үш тірек дегеніміздің өзі не нәрсе? Бұл үш тірек дегеннің өзі үш жағдай, үш мәселе. Оны қазір соңынан тоқталған кезде айта кетеміз деген ойда отырмыз. Онан кейін енді бала шаған айтыпты, шаға деп айтады, түркмендер дұрыс, түркмендер шаға деп айтады, оған ешкім қарсылық жасай алмайды. Шаға деген сөз татар тілінде де қолданылады, мысалы үшін қазір айтылып жүр ғой, түркітектес халықтар деп, солардың көпшілігінің тілдерінде шаға деген сөз бар. Бірақ соны біз қазақтың кәдімгі шақалақ деген сөзінен пайда болған, түркменге барған, түркмен қолданып кеткен, татарларға барған, татар қолданып кеткен. Бұл негізі қазақтың сөзі деген ұғымды келтіруіміз керек қой.
Өйткені сосын әлгі тағы бір жерде бір әңгіме айтылыпты, ол шетінеп кеткендерді жаңағы шақа деп айтпайды, ол жаңа туған нәресте деп. Шетінеп кеткендер деген мәселені мен қозғаған жоқпын. Айтылды ол мәселе, бірақ ол тұрғыда емес. Оның айтылған мәселесі, мәселен 7 айлық бала болады. Олардың 10 баланың мысалы үшін 8-і өмір сүріп кетеді, 1-2 ғана шетінейді дедім. Сондай ақ 8 айлық бала да өмірге келіп жатады. Ол 8 айлық баладан 7-8 шетінеп кетеді, көпшілігі тұрмайды. 1-2, 3 ғана мысалы үшін аман есен қалып, ары қарай өмір сүріп кетеді, өседі, жетіледі. Осы тұрғыда айтқанмын жаңағы шетінеу деген мәселе. Шақалақ, шаға деген сөз шала туған балаларды айтқан қазақ ертеде. Кәдімгідей шала туған. 7 айлық балаларды шақалақ деді. 8 айлық балаларды шақалақ деді. Осы сөздің сонда бала шаға дегендегі бала деген 9 айлық болып туған баладағы, ал енді шаға деп қосып отырған 7 айлық, 8 айлық болып өскен балаларды айтып отыр. Сонда бала шаға деген қос сөз осыдан келіп пайда болған деген жаңағы ұғымды айтып отырмыз. Бұл жерде енді шақаның жаңағындай тіпті мынандай да сұрақ қойылып қалуы мүмкін ғой. Ол шаға деп неге айтылған, неге шақа деп айтпаған, бала шақа деп дегенде қ-ның қ дыбысына ауысу деген қазақтың тілінде сингармонизм заңы дейді, бұл бар құбылыс, соны білесіздер. Мысалы үшін Ботагөз деген Сәбит Мұқановтың романы бар ғой, немесе адамның, қыз баланың аты қойылады. Негізі қойылу біріккен сөз ғой, бота және көз. Бірақ қыңыз г-ға айналып кетеді Ботагөз деп айтылғанда. Енді мұндай мәселе көп, мысал келтіре берсек, оны қайта айта беруге міндеттеп жаңағы айтуға болмайды. Сондай ақ бұл тағы бір комментарийда бір сөз бар екен, айтылған жаңағы тауарды зат деп айтады қазақ деп сөйлейді. Бұл да дұрыс ой. Негізі дұрыс айтылған. Бұл мәселені мен де ойланғанмын. Қазақ өйткен зат деп айтады ғой. Ана зат қайда, мына зат қайда деген тәрізді сөздер. Бұл да дұрыс мәселе. Бірақ бұл жерде тағы бір жағдай бар, көңілге күдік келтіретін, тоқтам жасайтын. Қой зат емес шығар мүмкін деген. Өйткені адамның есімін қараңызшы, Бекзат дейді. Бұл жерде бек және зат деген бірігіп тұр. Сонда бек деген сөзіңіз товарға айналып кетті ме? Товар зат деп айта аламыз ба? Орнын ауыстырып қойып айта алмаймыз. Адамзат дейді. Қазақ айтады. Бүкіл адамды адамзат деп айтады. Затты қосып отыр. Сонда адам мен зат бірігіп отыр ғой. Сонда адам товар болып кетті ме? Бұл қалай? Осы жерге келген кезде осында бір кішкене алшақтық туындайды дағы. Сонан кейін жаңағы товарға қарай немесе товарға қарай ауысқанымыз рас. Енді сосын бір зерттеуші болса керек. Енді мен толық біле қоймай отырмын кім екендігін, бірақ дегенмен варяктардағы жаңағы товар деген сөз товара деген сөзінен шыққан дейді. Ол сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Мен ешқандай оған қарсылық білдірмеймін. Ол дұрыс. Ал енді қараңыз, бірақ бұл жерде сіз ана менің айтқаным дұрыс емес депсіз. Дұрыс емес деп айтқаным кішкене ыңғайсыздау шаруа болады. Неге? Оның себебі мынада, әркімнің өзінің зерттеуіне байланысты шығатын әркімнің версиясы дейді ғой, версия дейді, вариант дейді, немесе ұстаным дейміз ба, пікір дейміз ба, пікірі болады. Ол сіздің пікіріңіз, және мен сіздің пікіріңізді қостаймын. Сіздікі дұрыс болып шығуы да мүмкін. Ал менікі өзімнің мысалы зерттеуіме байланысты шыққан пікір. Ол пікірді мен халыққа, көпшілікке ұсынып отырмын. Талқыға салады, ойланады мысалы үшін қандай жағдай екендігін. Түптің түбінде екеуміздің ойымыз мысалы үшін сізбен бір жерден шығатын түрі бар сияқты мен ойлаймын. Өйткені қанша дегенмен товарды жаңағындай товара деп қарасаңыздар да, барды бөлек, тоны бөлек қылып, немесе тап деген сөз етістіктен шықты деп қарасақ та, қазақтың сөзіне, қазақтың бар деген сөзінен деп бір айтып қалыпсыз ғой. Қазақтың сөзіне келіп тіреліп тұр. Ендеше бұл сөздің түпкі төркіні қазақтан шықты деген. Бізге осы мәселе керек. Товар сөзінің қазақтан шықты дегенді, мысалы үшін қазақ сөзіне шыққан дегенді дәлелдеуге тырысуымыз керек. Сол сияқты стан сөзін айтыпсыз, бұл жерде ойымыз үйлесіп кетті сізбенен. Сіз айтқан екенсіз, мен де мына жақта 2006 жылы докторлық диссертация қорғаған кезде бұл мәселе менің ойыма келген еді. Сонан бастап мен студенттерге қоймай бұл мәселені әрбір лекцияның арасында, сөздің арасында дәрісте жүргізген кезде айтып отырдым. Стан сөзі. Екеуміз бұл жерде ешқандай бөгет жоқ, үйлесіп кеттік. Содан кейін енді бір сөз қойылған екен. Термин сөздер бар дейді. Термин сөздерге неге қарай? Терминологиялық сөздік бар екендігі бәрімізге белгілі. Оған ешкім ешқандай жаңағындай шәк келтіре алмайды. Бар терминология сөз. Және ол қолданып жүр. Бірақ жаңа алдында да айтып өттім ғой, сол термин сөздердің қазақ тілінде баламасы болған ба қолданыста? Сосын оны терминге айналдырғанда қалай жасау керек деген мәселе туралы оған басқаша болу керек. Мәселен, атақты үлкен қазақтың үлкен ірі ғалымы Ислам Жарылғапов деген терминолог болған. Сол мәселен жаңағы кейбір қолданылған кейбір емес көптеген сөздердің қазақша баламасын тауып берді. Бірақ солай болса да біз кейде өзіміздің сөйлеу тілімізде қазіргі кезеңде сол жаңағы өзге тілдегі баламасын айтып кетіп жатамыз. Мороженое дегенді балмұздақ деп аударған осы кісі мысалы үшін аударып берген. Қандай тамаша аударым, қараңыздаршы. Ал біз қазір бәрібір балаларға айтқан кезде оны балмұздақ жейсің бе деп айтатын адамдар бар шығар. Бірақ сиректі көпшілігіне мороженое аласың ба, мороженое жейсің бе деп айтып жатамыз. Ана баланың ойына қандай ұғым енгізіп жатырмыз, осы мәселеге байланысты қозғалып отырған сөз ғой. Мәселен, мұндай мәселені енді айта берсе, мысалдарында көптеп кетіруге болады, мысалдарын көптеп жасауға болады, мысалы үшін оның әртүрлі жағдайлары бар. Сосын тағы бір мәселе түрік сөзіне байланысты айтыпты, бұл жаңағы өте сондай арықтың арығы деген мағына білдіреді деген дұрыс.
ешқандай қарсылық жоқ. Бұл өте дұрыс айтып отыр, білетін адам, қазақтың тілін өте жетік меңгерген адам айтып отыр мұны. Екінің бірі мұндай жағдайды біреу болмайды, арықтың арық екендігі рас. Бірақ бұл енді ауыспалы мағынада көп мағыналы сөз бұл. Бұл жаңағы арыққа да қолданылады. Бұл рухани арыққа да қолданылып кетеді, мысалы үшін. Оның қолданылатын мәселелері бар. Сөйлеу тілінде де, мысалы үшін, шала сөйлейтін адамға да қолданылып айтылып кететін жағдайлары бар. Сондықтан біз содан қазақ руханияты болғаннан кейін тақырыбымыз сол руханият мәселесіне қарай бейімдеп оны айтқан болатынбыз. Жаңа біз тағы да айттық қой, термин сөздерге байланысты деп, мысалы үшін өздеріңіз қараңыздаршы, бір қызық бір жағдайға тап болған. Осы ислам жарылғапқа байланысты бір үлкен мына Букет университетінде бір осыдан бір 10-12 жылдай бұрын ба деймін, 15 жылдай бұрын ба, бір конференция болды. Сол конференция болған кезде, сол кездегі компьютер қолданысындағы мышка дейді ғой, қолмен ұстайтын. Сол мышканы сол кезде бір тышқан деп аудару үдеріс салып кетті. Тышқаны қайда, компьютердің тышқаны керек, мына тышқан жұмыс істемей қалыпты деп. Соны Москвадан, Мәскеуден келген бір қазақтың жігіті, өзі Мәскеуде тұрады, кандидат наука, ғылым кандидаты екен филологияда. Сол осыны шырылдап тұрып айтты ғой, о заманда бұл заман қазақтың болмысында, яғни менталитетінде қай қазақты көріп едіңіз қолында тышқан ұстап жүрген деді. Неге біз оны тышқан деп аударып жүрміз деді. Мен мысалы үшін басқаша аудардым деді. Сол кісінің сөзі, менің сөзім емес. Мен басқаша аудардым, мен жүгіртпе деп аудардым деді. Дұрыс қой? Дұрыс. Сондықтан жаңағы термин сөздерге байланысты айтылатын мәселе осындай жағдайға да, осындай мәселеге де өте бір сондай сақтықпен қарап, сақтықпен ойланып жұмыс істеген дұрыс сияқты деп ойлаймын.